Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай өте ерекше құймақтар пісіреміз. Видеоны қарамастан бұрын каналыма тіркелуді, қоңырау белгісін басып все дегенді таңдауды өтінемін. 1 жұмыртқа, 50 грамм қант, шымшым тұз және ванилинді қосып араластырамыз. Массамыз осылай ағарып ұлғаю қажет. 1,5 ас қасық өсімдік майын қосамыз. 90 мл сүт. Барлығын жақсылап араластырамыз. 90 грамм ұнды қосып араластырамыз. Елу грамм жүгері крахмалын қосамыз. Бізде осындай бір келкі масса шығады. Дайын болған қамырымыздың жартысын кондитерлік қапшыққа құйдым. Ал екінші бөлігін кондитерлік бояушпен қызыл түске боядым. Массаның екінші бөлігін кондитерлік қапшыққа құйдым. Орташа отта қызып тұрған табаға құймақтарды дәл осылай видеода көрсетілгендей қып, ирек-ирек қып құйып қуырамыз. Мінекей достар, біздің ерекше құймақтарымыз дайын болды. Құймақтар өте жұмсақ болып шығады және дастарханның көркін келтіреді. Келесі видео рецепті кездескенше сау болыңыздар.